Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің тақырыбымыз ғылыми журналға мақала жіберу. Жоспар бойынша Қазақстан Республикасы ғылым жоғары білім министрлігі тізіміндегі журналдарға мақала жіберу, халықаралық журналдарға мақала жіберу және конференцияға мақала жіберу. Халықаралық ғылыми жарияланымдар жүйесіндегі библиометриялық көрсеткіштер, ғылыми цитаттау индексі және инфофактор 1960 жылы ғылыми ақпарат институтының негізін қалаушы Юджин Гарфилд ғылыми цитаттаудың алғашқы индексі белгілі журналда нақты және жаратылыстану ғылымдары бойынша әдебиеттер үшін енгізді және оны ғылыми жарияланымның беделділігінің көрсеткіші ретінде пайдалануды ұсынды. 1975 жылы Юджин Гарфилд Census Citation Index журналына қосымша ретінде журнал Citation Repost деп аталатын жаңа журнал шығара бастады. Бұнда ғылыми журналдың белсенділігін төмендегідей формула бойынша есептелетін көрсеткіш бойынша бағалау ұсынды. Мұнда осы жылғы жарияланымдардың соңғы 2 жылғы журналда жарияланған мақалаларға жасалған сілтеме саны болса, Б 2 жылғы журналда жарияланған мақалалардың жалпы санын көрсетті. Халықаралық журналға мақала жариялауды жоспарлау барысында оның қай журналға жіберілетінін алдын ала ойластыру қажет. Ал зерттеуді жоспарлауға көшпес бұрын аталмыш ғылым саласындағы жетістіктермен танысу, яғни өз зерттеуіңіз бойынша мақалалар мен кітаптарды неғұрлым көбірек оқу қажет. Сөйтіп зерттеу жұмысын кітаптар мен ғылыми журналдарды оқудан бастаған жөн. Егер сіз өз жұмысыңызды халықаралық ағылшын тілді журналда жариялағыңыз келсе, онда осындай журналдарды оқу қажеттілігі туындайды. Бұл сізге өз мақалаңызды жариялау үшін журнал таңдауға жәрдемдеседі. Мақалаңызды ағылшын тілінде жазуға даярлық ретінде журналдағы мақалаларды оқи отырып, назарыңызды зерттеу мен әдістемелік ерекшеліктерге, қорытындыларға ғана емес, сонымен бірге автор тарапынан қандай сөздер мен фразалар қолданатындығына, нәтижелерді қалай дәйектегендігіне, әдебиет шолуының қалай ұйымдастырғанына, қорытындыларды қалай негіздейтініне де назар аударасыз. Сіз ағылшын тілінде мақала жазып жатқан болсаңыз, немесе ағылшын тілінде аударту мақсатында жазып жатсаңыз, онда төмендегі мәселелерді қаперге ұстау керек. Халықаралық журналдағы мақала әртүрлі елдің профессионалды зерттеушілеріне арналады. Сіз мақсатыңыз мақалаңызды оқылатындай және оқырмандар түсініп, оған лайықты бағасын беретіндей етіп жазуға міндеттісіз. Сондықтан мақала жалпыға бірдей ғылыми форматқа сәйкес құрылымға ие болуы керек және зерттеушілердің халықаралық қауымдастығына түсінікті тілде жазылуы маңызды. Ғылым ортақ және оның ұлттық сипаты жоқ. Дегенмен телекоммуникация құралдарының дамуындағы соңғы жетістіктерге қарамастан әр елдің ғалымдарын ақпараттық қамтамасыз етуде айрықша айырмашылықтар орын алып отыр. Мақаланың әр түрлі дәрежеде оқылуы адамдардың түрлі тілде сөйлеуіне байланысты. Тіпті отандық ғалымдар тарапынан кең түрде сілтеме жасалатын мақала шетелде әйгілі бола алмауы мүмкін. Аталмыш жағдайдан шығудың жолы мақаланы отандық және шетелдік зерттеушілердің жұмыстары мен көзқарастарын біріктіруді көздей отырып жазу керек. Осы арқылы мақаланы оқуға шетелдіктерді де тартуға болады. Егер сіз өз жұмысыңызды орыс тілінде жазып, артынан аудармашыға беретін болсаңыз, онда мақалаңызды жақсы аударатындай етіп жазыңыз. Содан соң жақсы аудармашы табу қажеттілігі туындайды.
Аударылатын мақаланы жазуға қатысты нұсқаулар барынша қарапайым түсінікті етіп жазыңыз. Метафора, аллегория тәрізді әдеби тәсілдерді пайдаланбаңыз. Оларды оқырманды мақала мәтінінен аулақтатады, аударуда қиындықтар туғызады. Ұзын сонар сөйлемдерді қолданудан аулақ болыңыз. Мүмкіндігінше иллюстрацияларды мейлінше көп пайдаланыңыз. Терминдерді қолдануда дәлдікті сақтаңыз. Сонымен бірге жаңа терминдерді қажет жағдайда ғана енгізіңіз. Жаңа термин енгізетін болсаңыз, оны айқын анықтамасын ұсыныңыз. Формулаларда жалпыға бірдей белгілерді сақтаңыз. Мәтінді құрылымдарға бөліп, тақырыпшалармен ұсынғаныңыз жақсы. Сонымен бірге мақаланың құрылымдық элементтерін келесідей бөліктерден бөліп қарастыруға болады. Мемлекеттік ғылыми техникалық ақпараттық рубрикатор индексі, мақаланың авторы, автордың ғылыми дәрежесі, атағы, автордың жұмыс орны, жоғары оқу орнының, қаланың, елдің атауы, әр автор үшін байланыс ақпарат, авторлардың орсет индексі, мақаланың атауы, аннотация, тірек сөздер, кіріспе, зерттеу шарттары, зерттеу нәтижелері, ғылыми нәтижелерді талдау, қорытынды және әдебиеттер тізімдерінен тұруы маңызды. Сонымен бірге қаржыландыру туралы ақпарат, түйінді ақпарат, автордың аты-жөні, жоғары ұйымның атауы, мақаланың тақырыбы, тірек сөздер, қаріп түрі, калибри. Сонымен бірге ағылшын тілінде автордың аты-жөні, жоғары оқу ұйымының атауы, мақаланың тақырыбы, аннотация, тірек сөздер, әдебиеттер тізімі. Сонымен бірге мемлекеттік ғылыми техникалық ақпараттар рубрикаторы индексі беттің сол жақ шетінде жазылады. Индексті www.greentea.ru сілтемесі арқылы алуға мүмкіндік бар. Авторлар аты жөндерін келесі ретпен көрсетеді. Инициалдары және тегі. Мысалы, А.Б. Мұсабаев қою әріппен беріледі, жанына орсет индексі көрсетіледі. Мақаланың негізгі авторы белгіленіп көрсетілуі керек. Авторлар туралы мәліметтер, яғни оның ғылыми дәрежесі, атағы, жұмыс орны, оқуы, қаласы, елі, телефоны, электронды поштасы келесі жолда беттің ортасында курсивпен жазылғаны жақсы. Мақаланың мазмұны дәл көрсетіп, қысқа әрі нақты болуы керек. Мақала атауындағы сөздерді қысқартуға жол берілмейді. Мақала тақырыбының қаріпі бас әріптермен теріп, қалың мәтінмен жазылуы керек. Қаріп өлшемі 14. Тақырып беттің ортасына жазылуы керек. Аннотация мақаланың негізгі мәні, зерттеу әдістері, басты нәтижелері, олардың маңыздылығы, ғылыми және практикалық құндылығы баяндалады. Аннотация көлемі 100-150 сөз аралығында болуы керек. Аннотация 10 өлшемді қаріппен теріліп, беттің ені бойынша тураланады. Тірек сөздер мақаланы іздеуге және пәндік саласын анықтауға арналған. Тірек сөздер мақала мәтінінде жиі қолданылатын жеке сөздер немесе сөз тіркестерінен тұрады. Тірек сөздердің саны 5-10-нан аспауы керек. Тірек сөздер 10 өлшемді қаріппен теріліп, беттің ені бойынша тураланады. Мақала кіріспе, зерттеу шарттары мен әдістері, зерттеу нәтижелері, нәтижелерді талдау, қорытынды және әдебиеттер тізімі бөлімдерін қамту өте маңызды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабағымызда жолыққанша сау саламатта болыңыздар.